Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздердің назарларыңызға музыка пәні бойынша бейне материал ұсынып отырмыз. Бұл білім беру мазмұнын жаңарту аясында жасалып отырған алдыңғы бейне материалдар қатарының жалғасы болып табылады. 5-ші сыныптың 2-ші тоқсанында жалпы 8 сағат қарастырылған. Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс салт әндері және заманауи музыкасы тақырыбы аясында оқушылар қазақ халқының әдет-ғұрыптары және салт дәстүрлерімен, сонымен қатар музыкалық фольклор туралы білімдерін одан әрі жалғастырып тереңдетеді. Осы бөлімнің оқу мақсаттары келесі сабақ тақырыптарында жүзеге асырылады. Қазақ халқының тұрмыс салт әндері, жаңғырған салт дәстүр әндері, қазақ музыкасының интерпретациясы, халық музыкасын өңдеу. 90-ның және бөлімнің аяғында қорытынды жұмыс ұсынылады. Бұл жұмыста оқу мақсаттарын жүзеге асыру барысында жобалық, шығармашылық жұмыстар қарастырылады. Оқушылар шығармашылық жобалық жұмыстарды жұптасып, топтасып, немесе қалауынша жеке де жасауға болады. 2-ші тоқсанның оқу мақсаттарын жүзеге асыру барысында оқушылар түрлі әдет-ғұрып, салт дәстүр әндерімен танысады. Олар бесікке салу ғұрпымен бесік жыры, тұсау кесу ғұрпымен қас-қас балам әні, наурыз мерекесімен байланысты күнтізбелік жарапазан әні, сонымен қатар үйлену тойымен байланысты жар-жар, беташар, тойбастар және қыз ұзату ғұрпына байланысты сыңсу, қоштасу әндері. Блум таксономиясы бойынша білу және түсіну деңгейінде оқушылар оқу мақсаттарына жету барысында түрлі әдет-ғұрыптармен, салт дәстүр әндерінің жанрлары мен интерпретацияның не екенін, әнді қалай өңдеуге болатынын біледі. Сонымен қатар, неліктен әр ғұрып әннің сүйемелдеумен болатынын түсінеді. Қолдану, талдау, жинақтау деңгейіндегі мақсаттарды жүзеге асыру барысында оқушылар музыка тыңдау арқылы салт дәстүрлік әндерінің жанрларын ажыратуға, салыстыруға, сонымен қатар салт дәстүрлік әндердің ерекшеліктерін анықтап, оларды орындауға үйренеді. Бағалау деңгейіндегі мақсаттарды жүзеге асыру барысында оқушылар қарым-қатынас жасауға, бір-бірінің жұмыстарын және өзінің жұмысын бағалауға үйренеді. Дәстүрлі музыка тыңдау, сонымен қатар салт дәстүрлі әндерді талдау, орындау арқылы оқушылар жанр ұғымы туралы білімдерін кеңейтеді. Осы бөлім бойынша кілт сөздер келесілер болып табылады. Жанр, салт, әдет-ғұрып, салт дәстүр әндері, бесік жыры, қас-қас балам, жарапазан, тойбастар, беташар, жар-жар, сыңсу, қоштасу, әннің сипаты, екпін, лад, ырғақ, әуен, динамика. Қазақ халқының әндік дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары тақырыбы аясында кейбір оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдарын қарастырайық. Осы слайдта келесі оқу мақсаттары берілген. 1-ші оқу мақсаты: тыңдалған музыкалық шығармаларды, музыкалық мәнерліктің түрін, стилін, жанры мен құралдарын талдау. 2-ші оқу мақсаты: ауызша және жазбаша жұмыстарды орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану. Осы оқу мақсаттары негізінде келесі сабақ мақсаттары қарастырылады. Қазақ халқының салт дәстүр әндерін білу және анықтау, тыңдалған музыкалық шығармаларға талдау жасау, музыкалық көркем құралдарын анықтау, салыстыру, тыңдаған музыканы талқылау барысында музыкалық көркем құралдарды қолдана отырып шығарманы сипаттау. Осы оқу мақсаттарды жүзеге асыру үшін мұғалімге келесі музыкалық іс-әрекеттерді жоспарлау ұсынылады. Бұл музыканы тыңдау және талдау. Оқу материалын тиімді қабылдау және меңгеру үшін мұғалім басқа да түрлі іс-әрекеттерді жоспарлай алады. Мысалы,
музыка тыңдаумен бірге осы тақырып аясында бейне материалдарды көру, оқу материалын оқулық немесе басқа да дерек көздері арқылы оқу, түрлі дидактикалық ойындарды өткізу, шығармашылық жұмыстар орындау. Бұл әндету, музыкалық аспаптарды ойнау, музыканы шығару және түрлендіру, би, театр импровизациясы және тағы басқа. Мұғалім шығарманы талдау барысында жоғары деңгейдегі дағдыларды дамыту үшін оқушыларға немесе оқушылар бір-бірлеріне жуан және жіңішке сұрақтарды қою ұсынылады. Мысалы, бұл материал кім, не туралы? Бейне материалда қандай салт дәстүрлер көрсетілген? Бұл салт дәстүрлер адамның өміріндегі қандай оқиғалармен байланысты? Неліктен әр дәстүр әнмен сүйемелденген? Түрлі дәстүрлер барысында қандай әндер орындалады? Дәстүрлердің әндерін салыстырыңыз. Оларды өзара салыстырыңыз. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Неліктен? Дәстүрлі әннің көңіл күйі неге байланысты? Әннің көңіл күйін жеткізу үшін қандай музыкалық көркем құралдарды қолданылған? Дәстүрлі әндер қалай орындалады? Неліктен салт дәстүрлерді білу, сақтау және қорғау керек? Дәстүрлі әндер қандай қасиеттерге баулиды? Топта бірлесіп жұмыс жасау оқушылардың пәндік білім мен дағдыларын, сонымен қатар коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға, диалог жүргізуге, өз пікірін жеткізіп, дәлелдеуге және басқалардың пікірлерін тыңдауға үйретеді. Сабақ барысында сабақ мақсаттарымен бірге тілдік мақсаттары да жүзеге асырылады. Осы жұмыстың нәтижесінде оқушылардың тек пәндік білімдері емес, сонымен қатар тілдік дағдылары да дамытылады. Тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым дағдыларын дамыту үшін келесі тілдік мақсаты ұсынылады. Бұл тілдік мақсат оқу мақсаты негізінде құрастырылған және оқу үрдісінде жүзеге асырылады. Бұл келесі мақсат: тыңдаған музыканы талдау, талқылау барысында пәндік терминдерді қолдану, өз пікірін дәлелдеп айту. Мұғалім алдын ала музыканы талдау, талқылау жұмысын жүргізу үшін оқушыларға тірек сөздер, сөз тіркестерін, терминдер мен ұғымдарды дайындап қояды. Мысалы, менің ойымша әннің көңіл күйі себебі. Әннің әуенінде келесі динамикалық белгілер қолданылады. Әннің әуені өйткені. Заманауи интерпретацияда ән орындалады. Өйткені бұл талқылау үшін сұрақтар мен сөйлемдер тіркестері. Құрметті әріптестер, сіздердің осы бейнероликте музыка пәні бойынша 5-ші сыныптың 2-ші тоқсанына арналған сабақ мазмұнын көрдіңіздер. Сонымен қатар оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдарымен таныстыңыздар. Назарларыңызға рахмет.